hit of your love. Привет. Biz қазір фотосессия жасайын деп келдік. Осы күні мен өзімді модель ретінде байқап көрдім. Шыны керек өзіме қатты ұнады. Фотостудияда өте көп локациялар болды, әртүрлі тематикада. Ал бұл мен модель ретінде фотографтар жарықты жөндеп жатқанша мен осы жерде оларды күтіп суретке түсіп отырдым. Келесі күні мен өзімнің группаластарыммен бірге Алау мұз айдынына барған болатынмын. Уақытты жақсы өткіздік. Мен өзімді керемет конькиде тебем деп айта алмаймын, бірақ сонда да әлі үйреніп жүрмін. Қорықпаңыздар, бұл детский болезни деген бізде сабақ болғанда больницаға барып, осы оқитын жерлерімізге бару үшін осындай туннельдерден өтетін едік. Шыны керек қорқынышты болды, бірақ өзіміздің группаластарымызбен бірге мына осы жерде сіздерге тур жасаған болатынмын. Дорогие друзья, мы ведем репортаж с областной второй больницы, да, друзья. Вот здесь, вот, обратите внимание, это у нас лабиринты нашей дружной больницы. Да, и мы уже запутались, мы не знаем, куда нам идти. Направляемся сейчас покушать, как говорится, учеба, обед по расписанию. Час. Вот, да. Вот теперь мы дошли до самой больницы. Вот прям надо лабиринт пройти, чтобы прийти сюда. Да, староста. Староста. Бұл жерде бізде неврология деген сабақ болды. Одногруппниктерімізбен бір-біріміздің рефлекстерімізді тексерген болатынбыз. Бұл жерде менің рефлекстерімді тексерді, өте қызық. Қанша шет елдердің өлеңдерін тыңдасақ та өзіміздің шәмшімізге ешкім жетпейді. Осы жолы мен анаммен бірге шәмшіге арналған концертке барған болатынбыз. Өте керемет, үлкен кісілермен бірге осы шәмшінің бүкіл өлеңдерін тыңдағанда тұла бойың бір мақтаныш сезімі оянатыны рас. Музыкальная пауза жасағым келіп тұр. Бүгін мен сіздерге екі күй ойнаймын. Екеуінде, егерде сіздер күйдің атын тапсаңыздар, төменде комментарияға жазыңыздар. Келесте бірінші болып және дұрыс жауап берген кісіні өзімнің видеомда айтып кететін боламын. Бірінші күйімізді бастайық онда.
Осы бірінші, әрине мен кішкентай үзінділерінен ойнап жатырмын. Екінші күй бұл Осы екі күйді сіздер қандай аттарын егер де тапсаңыздар, төменде комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Келесі күні Назарбаев университетінің аруын сайланған конкурс болған еді. Бұл жерге мен көрермен ретінде бардым. Әрбір қатысушылар өздерінің таланттарымен, өздерінің хоббиларымен бөліскен еді. Бұл қыз өзі робототехника факультетінде оқиды екен, өзі жасаған, құрастырған роботымен таныстырған еді. Достар, видеом соңына жетті. Егер сіздерге ұнаса лайк басып, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бүгін болған Айжан, жарқын, жақсы күндерде көріскенше. Сау болыңдар.